Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы кесінділерді өлшеу, фигураларды салу. Бүгінгі сабақта геометриялық фигураларды салуды үйренесің. Бірінші тапсырма сызып көр. Дәптерге мына фигураларды сыз. Фигураның ең қысқа қабырғасы қайсы? Оның ұзындығын өлше. Яғни бұнда ең қысқа қабырға ол АБ қабырғасы және КД қабырғасы, ЕФ қабырғасы. Олардың ұзындығын өлше дейді. Олардың ұзындығы 2 сантиметр. Бұныңқы да бізде 2 сантиметр. Яғни сіздер сызғыштың көмегімен осы фигураларды дәптерлеріңізге сыза қойыңдар. Бірінші фигура бізде үшбұрыш, екінші фигура тік төртбұрыш. Келесі тапсырма тышқанның іні. Тышқанның ініне кіретін барлық жолдардың ұзындығын өлше. Олардың ішіндегі ең қысқасының ұзындығы қандай? Дәптеріне ұзындығы сондай кесінді сыз. Енді тышқанның ініне кіретін барлық бізде жол 4 жол бар екен. Яғни 4 кесінді тұр. Енді олардың ішіндегі ең қысқасы қайсы? Ең қысқасы міне оқушылар, яғни міне мынау. Ендеше бұл кесіндіні өлшеп, дәптеріңе дәл осындай кесінді сыз. Келесі орындап көр. Егер тік төртбұрыштың қарама-қарсы бұрышындағы нүктелерді кесінділермен қосса, неше үшбұрыш пайда болады? Қағазға тік төртбұрыш сыз. Тыңдаңыздар. Қарама-қарсы бұрыштарындағы нүктелерді қос. Пайда болған үшбұрыштарды қиып ал. Олардан жаңа фигура құрастыр. Осындай фигураны дәптердің бетіне сызып көр. Енді қараңыздар, міне қарама-қарсы тұрған фигура нүкте міне мынау. Яғни былай қосамыз және былай қосамыз. Сонда егер қиятын болсақ, бізде неше үшбұрыш шығады екен? 1, 2, 3, 4. 4 үшбұрыш шығады екен. Енді дәл осындай фигураны дәптердің бетіне сызып көріңдер. Келесі фигураларды сыз. Тор көз қағазға мына суреттердегідей фигураларды сызып көр. Яғни бірінші бізде тік төртбұрыш берілген. Қараңыздар. 3 тор көз жоғарыға, 10 жаққа 4 тор көз жүргіземіз. Төменге 3, сол жаққа 4, не көрдіңіздер ме? Дәл осылай фигураны сызасыздар. Келесі тапсырмасындағы фигураны былай сызасыздар. 3 тор көз төменге және 3 тор көз оң жаққа. Содан кейін екі шеттегі, яғни нүктелерді бір-біріне сызғышпен қосасыздар. Келесі қарайық фигураны қалай салу керектігін. Яғни тор көздің бұрышынан, қиғасынан, көрдіңіздер ме? 1, 2, екінші, яғни 1, 2, екінші қасындағы тор көздің қасындағы жоғарғы үшінші тор көздің бұрышына нүкте қойып, мына жерге нүкте қоясыздар, мына жерге нүкте қоясыздар да сызғышпен қосасыздар. Түсінікті ғой? Келесі санайсыздар да, 1, 2, мына жаққа 1 тор көз, мына жерге нүкте қойып аласыздар, сызғышпен қосасыздар және 2 нүктені қосасыздар. Сонда сіздерге үшбұрыш шығады. Дәл солай қалған тапсырмаларды да тор көзге қарап, нүктелерді қойып алып, сызғышпен қосасыздар. Дәптермен жұмысқа көшейік. Фигуралардың көшірмесін жаса. Яғни оқушылар бұнда да дәл солай тор көздердің көмегімен фигуралардың суретін саласыздар. Яғни бұл жерде қалай берілген, дәл солай. Мысалы, мен төмендегі фигураны көрсетіп жіберейін. Қараңыздар, 2 тор көз. Көрініп тұр ғой, жоғарыға 3, мына жақтан да жоғарыға 3 жүргіземіз. Міне 10 жаққа, мына жаққа 2, мына жерден де сол жаққа 2.
Енді қараңыздар, енді жоғарыға, яғни мынау торкөздің жоғарғы жағына көтереміз. 1, 2, 3. 3 сонда 1, 2, 3. Мына жерге нүкте қоямыз. Нүкте қойдық және міне қосамыз. Көрдіңіздер, дәл осылай мен қалған фигураларды сызып шығасыздар. Келесі, фигуралар сызамыз. Берілген шаршыдан өлшемі жағынан кіші болатын шаршы сыз. Енді шаршы дегеніміз барлық қабырғалары тең, бірдей. Енді мына жерде қарайтын болсақ, 4 торкөз, былай 4 торкөз, 4 торкөз және 4 торкөз. Енді мен шаршы сызам, яғни менде 2 торкөз және 2 торкөз. Келесі, берілген тік төртбұрыштан өлшемі жағынан үлкен болатын тік төртбұрышсыз. Яғни мына тік төртбұрыштан үлкен болу керек. Сіздер де дәл осылай сызасыздар. Соңғы тапсырма сіздерге суретті аяқта. Яғни бұнда біз сіздермен шаршы мен тік төртбұрыштан тұратын суреттерді аяқта. Мынау бізде тік төртбұрыштан, яғни мына суреттерді біз сіздермен бастырып шығамыз. Көрдіңіздер, мынау терезесі. Келесі сағат, балық, хат және шкаф, оқушылар. Яғни осылардың суреттерін аяқтап саламыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.